Қайырлы күн достар. Бүгінгі біздің өтілетін сабағымыз Инстаграмда табыс табуға болатын жолдар. Жалпы Инстаграмда қалай табыс табамыз? Сол жайында қазір айтып өтейін. Бірінші, өзгелерге контент, яғни пост жасап беру арқылы табыс табу. Мұнда жаңағы сіз керемет фото түсіре алсаңыз, видео монтаж жасай алсаңыз, немесе мықты бір дизайнерлікпен айналысу арқылы табыс таба аласыз. Мысал ретінде сіз бір сапалы контент посты 1000 теңгеге жазсаңыз, бір күнде 4 контент жазсаңыз 1000 теңгеден 4000 теңге болады. Сонда есептеңіз, айында бір айда 30 күн болса 120 000 теңге айына табуға болады. Екінші мысал, бір сапалы видео контентті постты, яғни жасау үшін 2000 теңге аласыз, немесе 2000-нан жоғары 2500-3000 теңге болуы мүмкін. Енді есептей беріңіз, 2000 теңгені бір күнде 4 видео контент жасаймын десеңіз, 4 адамға 8000 теңге. Сонда айлық табысыңыз 240 000 теңге болады. Екінші жолы партнерлік тауарларды сатумен айналысу арқылы табыс табуға болады. Мұнда жаңағы серіктестік арқылы зат сату, сосын сіз ешқандай зат сата алмайсыз. Бұл арада кез келген тауар сататын адаммен келісіп, сол адамның тауарын сатуға көмектесесіз. Мысалы, ол адамдарда бір зат 10 000 теңге болатын болса, сіз 8 000 теңгеге келісесіз. Келіскен кезде 2000 теңге пайда сізге түсетіндей болу керек. Яғни сіз не істейсіз? Ол адамның жарнамасын жасайсыз. Кез келген клиентті жаңағы келіскен партнеріңізге жібересіз. Ол адам мысалы 10 000 теңгенің затын сол адам сіз шақырып берген адамға сатады. Сосын 8 000 теңгесін өзіне 2000 теңге пайда сізге береді. Сонда бір күнде 3 тауарын сатсаңыз 6000 теңгеден болады. 6000 теңге 30 күн бойы сатсаңыз 180 000 теңге. Енді арасында өзіңіздің демалысыңыз бар, андайыңыз жұмысыңыз бар дегенде, жоқ дегенде 130-140 000 теңге табуға болады. Онан кейінгісі бізде жаңағы диджитал өнімдерді жасап, оны сату деген сөз. Ол дегеніміз не? Мысалы, сіз керемет бір домбыра немесе тағы бір зат жасап шыға алсаңыз, сол жасаған затыңызға курс ұйымдастыру арқылы ақша табуға болады. Мысалы, видео түрінде немесе кітапша түрінде сол курсыңызды ұйымдастырып жасап сатсаңыз болады. Онан кейінгісі аудитория жинау арқылы табыс табу. Мұнда жаңағы аудитория жинау ақша табасыз, белгілі бір аккаунттарды белгілеп, жарнамасын жасау арқылы ақша табуға болады. Ол үшін сіз керемет бір парақшаны дамытып, соны жүргізіп алсаңыз, жеткілікті сапалы контенттермен салып. Енді бұларда ақша жасау жаңағы аудиторияның танымалдылығына немесе адамдардың көптілігіне байланысты жарнама жасай бересіз. Мысалы, сіздің аудиторияңыз аз болатын болса, 1000 теңгеден немесе көбейген сайын орташа деңгейде болса 30 000 теңге деген сияқты, ең жоғарғы деңгейде жаңағы аккаунтыңыз белгілі танымал болса, сосын 1 миллионнан аса адамдарыңыз болса, сіздің жарнамаңыз, бір күндік жарнамаңыз мысалы 100 000 теңгеге дейін барады. 1 миллион теңгеге дейін баруы мүмкін. 100 000 теңгеден 1 миллион теңгеге дейін. Ал адамдарыңыз аз болса 1000 теңгеден бастап 30 000-ға дейін жасай беруіңізге болады. Қазір көп адамдар осы 30-40 000, 50 000-ға дейінгі аралықтарға жарнама жасайды. Себебі парақшаларында мысалы 100 000, 200 000, 300 000 адамдар солай табыс таба алады. Егер сізде 5 000, 10 000 адам болса, 1000 теңгеден бастап 5 000 теңге дейінгі аралықтарға өзіңіз жасай бересіз. Неғұрлым аудиторияңыз көп және танымал болған сайын, сіздің де статусыңыз арта береді. Онан кейінгі жол блогерлік жолмен ақша табу. Мұнда сіз керемет бір өз ісіңіздің маманы болсаңыз, яғни өз өніміңізді басқаға кеңес беру арқылы сатып табыс таба аласыз. Сонан кейінгі тағы бір жол маркетинг бойынша консалтинг қызмет көрсету. Яғни керемет контент жасай алатын болсаңыз, адамдарға кеңес беру арқылы табыс таба аласыз. Сонан кейін бренд компаниялармен жұмыс жасау арқылы табыс табуға болады. Оларда жаңағы сіз саяхат жасау арқылы табыс таба аласыз. Мысалы, кез келген компаниямен келісіп жұмыс жасай аласыз. Мысал ретінде сіздерге айта кетейін, егер де сіз Coca-Cola сусынын саяхатта бірге өзіңізбен бірге алып жүріп ішетін болсаңыз, кола сататын дүкендермен келісіп, саяхатта жүріп жарнамасын жасау арқылы табыс таба аласыз. Мысалы, тауда, сарқырамаларда, қызықты жерлерге суретке түсіп, сол дүкеннің парақшасын белгілеп, табыс таба аласыз. Онан кейінгісі өз дүкеніңізді ашып, оны Инстаграмда жүргізу арқылы табыс таба алады. Яғни сіз өз дүкеніңізді ашып,
тауарыңызды Instagram парақшасына сапалы контенттер салу арқылы жүргізіп табыс таба аласыз. Келесі табыстың түрі аккаунт менеджер қызметін атқару арқылы табыс табу. Бұл арада жаңағы сіз айлыққа жұмыс жасайсыз, кез келген компанияның бизнес аккаунтын жасап табыс таба аласыз. Яғни жарнамасын жасау арқылы, контенттер толтыру арқылы. Біз жалпы айтып өттік қой, контенттің 3 түрі бар: видео контент, мәтін, текст, сосын сапалы сурет арқылы. Текст пен мәтін бір, сол себепті контенттің осы 3 түрі. Контент дегеніміз пост. Енді Инстаграмда табыс табу үшін жалпы біз адамдардың назарын аудартуымыз керек. Адамдардың назарын қалай аударта аламыз өзімізге? Ұсыныс жасау арқылы, таргетинг жарнама арқылы, конкурс, марафон ұйымдастыру арқылы тартымды контенттерді тұрақты түрде салып, белсенділік арттырып отыру арқылы біз табыс таба аламыз. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.